Ораза айт мерекесі күні сәресіге тұрып ауыз бекіту қажет пе? Мұсылмандар арасында ораза айт намазына бару кезінде әдеттегідей сәресі ішіп, ауызды бекітіп бару деген түсінік кең тараған. Алайда айт күні Рамазандағыдай сәресі ішудің қажеті жоқ. Керісінше, айт намазына шығарда тақ етіп 1, 3, 5, 7 құрма жеп шығу пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын сүннеті болып табылады. Айт күні туылған немесе қайтыс болған адам үшін пітір беру міндетті ме? Айт күні таң атқанға дейін қайтыс болса, пітір садақа беру уәжіп емес. Ал егер таң атқаннан кейін дүние салса, артында қалған туыстары қайтыс болған кісінің малынан өтейді. Сол секілді айт күні таң атпай дүниеге келген сәбиге пітір садақасы уәжіп, ал таң атып қойған соң туылған балаға уәжіп емес. Айт күндері ораза ұстауға бола ма? Ораза айттың бірінші күні және құрбан айттың 4 күнінде ораза ұстау тахриман, мәкрух. Өйткені бұл Алланың бізге сыйлаған мерекесі, тойлау және қуаныш күндері. Бұл күндері ораза тұту күнә болғанымен оразасы жарамды. Егер осы күндері ұстаған оразасын бұзса, қаза өтеу керек емес. Ал оразаның қазасын айттан кейін кез келген күні келесі жылдың ораза айына дейін өтеуге болады. Ораза айт күні қандай амалдар жасалады? Ораза айт күні айт намазына дейін пітір садақасын беріп үлгеру керек. Намазға шығар алдында ғұсыл құйынып, әтірленіп, жаңа киім киіп, құрма жеп, қуаныш пен шаттық көңіл күймен тәкбір Аллаху акбар айтып мешітке барады. Айт намазын оқиды. Ораза айт кезінде мұсылмандар бір-бірін құттықтап, мерекелік дастархан жайып, туыстар мен дос-жарандарды қонақ етеді. Айт мейрамы жайлы айтсаңыз. Айт мұсылмандардың ұлы мейрамы. Ислам дінінде 2 мереке бар. Ол ораза айт және құрбан айт мерекесі. Шариғат бойынша 30 күн ораза біткеннен кейін Шәуәл айының 1-ші күні ораза айт болып есептеледі. Ескере кететін жайт, ораза айт 1 күн. Алайда халық арасында қалыптасқан әдет бойынша 3 күнге дейін дастархан жайылып айттаумен жалғасын табады. Айт намазына дейін әлеуметтік жағдайлары төмен отбасыларының да мереке күндері дастархан жайып, халықпен бірге қуанулары үшін пітір садақалары таратылады. Араздасқандар татуласады. Ал құрбан айт 4 күнге жалғасады. Айт намазы оқылған соң, Алланың разылығы үшін ұлық құлшылық болған құрбан шалу рәсімі жасалады. Мерекелік дастархандар жайылып, халық құрбандық еттерінен дәм татады. Шәуәл оразасының үкімі қандай? Шәуәл айының оразасы нәпіл ораза болып табылады. Яғни мұны ұстау ешкімге міндет емес, адамның өз ықтиярында. Дегенмен мұны ұстамаған жан, пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, хадисте айтылған 1 жылдық оразаның сауабынан құр қалады. Шәуәл оразасының сауабы қандай? Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Кім-кім Рамазан айының оразасынан соң, артынша Шәуәл айында 6 күн ораза ұстаса, 1 жыл ораза ұстағандай болады деп, бұл айда ұсталатын 6 күн оразаның мол сауабымен сүйіншілеген. Бұл ораза сауабының 1 жылға пара-пар келуін былайша түсіндіруге болады. Құранда Әнғам сүресінің 160 аятында кім-кім Алланың алдына бір ғана жақсылықпен келсе, оған сол жақсылығы үшін 10 есе сауап жазылады делінген. Ғалымдар Шәуәл айындағы 6 күн оразаның 1 жылдық сауабын осы аятпен байланыстырады. Рамазан айындағы 30 күн мен Шәуәл айындағы 6 күн қосылғанда 36 күн болады. Бұл сан 10 есеге көбейтілсе 360 күнді құрайды. 1 жылдың қалған 5 күні ораза ұстауға болмайды. Рамазан айтының алғашқы күні және құрбан айттың 4 күні. Оразаның әрбір күні 10 есе молайса, онда 36 күндік оразада 1 жыл ауыз бекітудің сауабы бар деген сөз. Рамазаннан соң келетін Шәуәл оразасын қалай ұстайды? Арасын үзбей ұстау керек пе, әлде бөліп ұстауға бола ма? Ораза айттан кейін 6 күндік оразаны Шәуәл айының ішінде бөліп ұстауға болады. Сондай-ақ арасын үзбей ұстауына да рұқсат. Бірінші қаза оразаны ұстайды ма, әлде Шәуәлдің оразасын ұстайды ма? Рамазанда түрлі себептермен кей күндерін қаза етіп алған адам Шәуәл айында әуелі Рамазанның қазасын өтеуіне де, сонымен бірге Шәуәлдің 6 күндік нәпілін ұстаса да болады. Дегенмен Рамазан оразасын толығымен ұстау Алла тағаланың бұйрығы екенін ескерген жөн. Ал Шәуәл айында 6 күн ораза тұту пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын сүннеті болғандықтан алдымен оразаның қазасын өтеу абзал. Себебі ажал айтып келмейді. Сондықтан алдымен парыз оразаның қазасын толық өтеп, нәпіл оразаны одан кейін ұстаса дұрыс.